Құрметті әріптестер, сіздерге сынып жетекшінің портфолиосын көрсетейік деп отырмыз. Бірінші бізде құқықтық нормативтік құжаттар, барлық заңнамалар толық жасалған. Екінші бізде сынып туралы мәлімет, өзіңіздің сыныбыңыз туралы мәлімет саласыз. Екінші сынып жетекші туралы мәлімет файл. Бұнда өзіңіздің сынып туралы сынып жетекші туралы мәліметтеріңіз саласыз. Әрғай бізде 6 құндылыққа 6 папка. 6 папка. Ішінде қамыжыларымен бірге жүреді. Әр құндылықтың қамыжысы анықтамасымен. Солай 6 құндылықтың ішіне бөлініп салынған. Ұлдармен жұмыста бізде ұлдардың жасалған жұмыс жоспары, жоспардың әрбір тақырыбына жасалған баяндамасы, баяндамасының артында хаттама, әрбір баяндаманың артында хаттама бар бізде. Келесі бізде қыздармен жұмыстың жоспары, баяндамасы, баяндамасының артында әрқайсында хаттама бар. Барлық тақырыпқа хаттамасы, баяндамасы барлығы жасалған толығымен. Ата-аналармен жұмыстың бірінші, екінші, үшінші отырыстарының баяндамасы барлығы жасалған, хаттамасы бар. Әрқайсының хаттамасы бірге артында жасалып тұр. Келесі бізде дәйек сөздер, бірінші, екінші, үшінші тоқсанның толық дәйек сөзі жасалған. Келесі ата-аналарды қолдау орталығымен жұмыс. Яғни, мына жерде бізде 9-шы сыныптікі, 9-шы сыныптың жыл бойында ата-аналарды қолдау орталығында жасалатын жұмысының жоспары. Ол жерде бізде 8 тақырып, сол 8 тақырыптың барлығының қамыжысы салынған.